Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен мен Бақытқызы Зере. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз түрік алфавесі, сонымен қатар гельмик ифаделер. Яғни осы тақырыптарды сіздерге қысқа уақыттың ішінде ғана түсіндіріп беремін. Түрік алфавитіне келетін болсақ, бізде түрік тілінде 29 әріп бар. Оның 21-і дауыссыз дыбыс, ал қалған 8-і дауысты дыбыс. Дауысты дыбыстар бізде екіге бөлінеді. Жуан және жіңішке, дәл қазақ тілінде секілді. Дауыссыз дыбыстар бізде түркше сессіз харфлер, дауысты дыбыстар түркшесі сесле харфлер. Яғни, енді осы дыбыстардың оқылуына назар аударайық. Б, Ж, Ч, Д. Менімен бірге қайталап отырыңыздар, себебі сіздердің произношенияларыңыз жақсы болу үшін көмегін тигізеді деп ойлаймын. Г, юмшак Г. Бұл жерде басты назар аударатын әріп юмшак Г. Неге? Себебі юмшак Г бізде осылай жазылады. Г-ге ұқсас, үстінде нүктесі бар. Мысал келтіретін болсақ, ямур деген сөзді алайық. Ямур дегенде Г харфі А әрпінен кейін келіп тұр, иә? Бұл бізде оқылған кезде назар аударсаңыз, ямур, яғни А әрпін біраз ұзағырақ етіп айтылып тұр. Тағы да бір мысал келтіретін болсақ, ейтім, білім. Яғни бұл жердегі дауысты дыбыс бізде сол дауысты дыбысқа қарай бізде юмшак Г оқылмайды, әрпі ұзағырақ айтылады. Ейтім. Жалғастырайық. Х, Ж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Ш, Т, В, Е және З соңғы әрпі. Енді осы дауыссыз дыбыстарға, әріптерге біз мысал келтірейік. Б, баба, Ж, ceviz, Ç, çiçek, D, destan, F, fare, G, garson, yumuşak G. Мысал келтірдім бұл жерде. Ямур, ейтім, немесе тағы да бір мысал келтірейік. Боа, бұха деген сөз. Бұл жерде де Г, yumuşak G харфі О әрпінен кейін келіп тұр. О әрпі бұл жерде бізде ұзағырақ айтылып тұр. Х, халы, Ж, жетон, К, kırmızı, L, lale, M, mısır, N, nane, P, papatya, R, radyo, S, sesli, Ş, şemsiye, T, telefon, V, vazo, Y, yağmur, немесе yiyecek, Z, zürafa. Енді дауысты дыбыстарға келетін болсақ, сесли харфлер. Бұл жерде бізде 8 дауысты дыбыс бар. Олардың оқылуына назар аударайық. А, Э, И, Ö, У, Ү. Енді бұларға біз мысал келтіретін болсақ, А, араба, elma, ıspanak, inek, өмір. Анау тиктоктағы трендті білетін жарсыздар. Өмірім деп айтатын. Вот сол жерде қолданылады осы әріп. Ömrüm. 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 Hayatım. Uçak, Ü, ütü. Осы тақтада көрсетілген әріптерді менімен бірге қайталай отырып, біраз произношениені жақсартып алдық деген ойдамын.
Endi günlük ifadelerge köşетін болсақ, günlük ifadeler degemiz күнделікті қолданатын сөздер. Мысалы, қандай? Сәлеметсіз бе, merhaba, günaydın, қайырлы таң деген секілді. Тақтаға жазайық. Сәлеметсіз бе? Merhaba. Бұл бізде ресми түрде. Merhaba. 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 Beyresmi түрде selam. Мысалы, түрік arkadaşlarınızla, түрік достарыңызбен бірге selam деген сөзі қолдансаңыз болады. Nasılsın? Қалайсың? Sen nasılsın? İş nasıl gidiyor? Nasılsın? Sen nasılsın? Bilmiyorum. Осы сұраққа қалай жауап береміз? İyi, жақсы, немесе fena değil. Бәрі бір қалыпты. Қай жақтансың? Nerelisin? Қазақстаннанмын деген. Казахстанлıyım. Бұл ифаделерді мен айтып жатқан кезде менімен бірге қайталап отырыңыздар. Адың не? Есімің кім? Есімім Жұлдыз деп алайық. Adım Yıldız. Mine. Nerelisin? Kazakistanlıyım. Adın ne? Adın kim? Adım Yıldız. Sen, Ben, adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne, adın? Ha, adım Hazreti Şaban. Міне достар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Түркияға түсу ойыңызда ниетіңізде болса, түрік тілін үйрену, Түркияға түсу өте оңай. Амалдар ниетке байланысты. Сау болыңыздар, көріскенше. 7. istasyon ayrılık çeşmesi. Marmara hattına geçmek için bu istasyonda aktarma yapabilirsin. Next station ayrılık çeşmesi. Change for Marmara.